Көп еркектер жасынан ерте қартайып жатады. Жасынан ерте қартайып жатады да, дұрыстап жанына жақындасаңыз, үйдегі әйелдің дұрыс болмағандықтан күйініп, бешара біреуге дертін айтайын десе, ешкім дерт тыңдай алмайды. Егер біреуге дертін айтса, сен подкаблоксың дейді, қатынға сөзің өтпейді дейді. Осындай әңгіме айтылғаннан кейін еркек езіліп, не оны тастап кете алмайды, не ажыраса алмайды. Өсіп қалған бала бар, басқа бар деп қиналып қартайып жатқандар баршылық. Бүгін солардың ескере отырып, иншалла хабар айтатын боламыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның көркем хадис шарифтерінде, егер Алла Тағала өзінен басқаға сәжде етуді бұйырғанда, мен әйелдердің күйеулеріне сәжде етуді бұйырар едім деген бір хадис бар, машһур хадис. Енді бұл сөзде не нәрсені ұғамыз? Бұл сөзде әйел кісі еркектің алдында, ол бай болсын, кедей болсын, сұлу болсын, ақылды болсын, бәрібір еркектің алдында бір саты төмен деген ұғымды білдіреді. Егер осы ұғымды түсінген әйелі болса, ол өзінің жәннатын тауыпты деген сөз. Бұл дегені, қазіргі таңда көпшілік ер азаматтардың дүние жағынан жағдайды жасап берсе де, әйел еркекке бағынғысы келмейтіндігінің бір куәсі болып жүрміз. Бұған себептер өте көп. Бұған себептердің негізгісі әйелдердің ортасының дұрыс болмауы. Қазіргі таңда әйелдердің құрбылары. Қазақта сөз бар, қызды кім бұзады дейді, жеңге бұзады дейді. Тура осы сияқты қазір небір жақсы жанұяларды ыдырату үшін оған құрбы сымақ болып біреулер құрбы болады да, сосын оны былай айтқанда өзінің әсерлі сөздермен улай бастайды. Негізі күйеуді былай ұстау керек, оны бағындыру керек, ол саған отчет беру керек, сенің тапқан барлық, күйеуінің тапқан ақшасының бәрі сенде болу керек, сен лидер болу керексің, бұл қазір заман дамыған деп әйелдердің құлағын шірітіп, осындай сөздер көп айтылғандықтан, өзі тақуа әйел еді, өзі дұрыс әйел еді, күйеуіне қалай басшылық етіп қалып жатқанын білмей жатыр. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда мынандай бір хадис келеді, қайсы бір әйел өзінің күйеуіне басшылық етсе, ол үйге Алланың ашуы түседі дейді. Періштелер ол үйге қарғыс айтады дейді. Қазақта жақсы сөз бар, шешеге қарап қыз ал дейді. Қазір көп үйге барасыз, қыз сұрап барасыз да, қыз сұрап барған уақытыңызда бір жігіттің сөзін естідім да, адамның бір жағы ашуы келеді, бір жағы күлкісі келеді. Бір қызға үйлендім дейді. Бір қызға үйлендім де, әйелім нашар шықты дейді. Содан ортада ажырым түсті дейді. Енді ажырымнан бұрынғы жағдайды мен саған айтайын дейді. Тыңдап тұрмын десем, бір күні қайын жұртқа бардық дейді. Отырдық дейді. Отырып едік, енем қайнатама тұр шай алып кел десе, болды, қара шай демдейін бе, көк шай демдейін бе деп еркек шығып кетті дейді. Бұл еркектерді осылай өзінің сатысымен шығып барып, еркектерді бағындырып жатқан әйелдер жеткілікті. Бұл әйелдер өте сақ болсын. Неден сақ болсын? Пайғамбар саллаллаху алейхи вассаламның тағы бір хадисінде тозақты толтыратын кімдер дейді? Тозақтың басым бөлігі кімдер? Әйелдер. Қандай әйелдер? Күйеуіне басшылық қылған, күйеуінен асырып сөз сөйлеген, жалпы отбасыдағы тізгінді қолға алған әйелдер осылардың қатарына түсіп қалуы мүмкін. Себеп неде? Себеп Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам перзент ананың, әкенің разылығын алса дейді, әйел күйеудің разылығын алып қана жәннатқа кіреді дейді. Ал ойлаңыз, үйде басшылық қылса күйеуге, күйеуді езгілесе, күйеуге бірде бір мүмкіншілік бермесе, әйел өзі қалаған құрбысын, қалаған қонағын күте алады да, еркек үйіне бір қонақ шақыра алмаса, ол еркек әйелден разы бола ма? Разы болмайды. Демек, әйелдер осы нәрсені білу керек. Қазір әйелдер неше түрлі жаңағы пирамида дейді ма, арифлейм дейді ма, не бір түрлі дүниелерге кіріп алып, ақша табам, басқа қылам деп жүріп, күйеуінің айлығы 80 мың болса, оның табысы 150 мың болса болды. Үйде кімнің ақшасы көп, соның сөзі өтеді деген бір ұстанымға отырып алған. Мен қазір бір жақты айтып жатырмын. Әйелдердің басшылық әрекетін айтып жатырмын. Сол себепті бұл жерде жаңағы әйелдер үйде мүмкіншіліктің барынша басшылық деген ұғымнан төмен түскені дұрыс болады. Себеп
күйеуін құрмет қылған ортада әрқашан береке бар. Енді бір үйлер бар, әйел билік еткен үйді қарасаңыз береке жоқ. Дұрыстап қараңыз, береке болмайды ол үйде. Неге? Үйдің негізгі берекесі ол еркекте. Әйел қандай? Әйел деген ол үйдің ішкі дүниесіне жауапты адамдар. Ішкі дүниесі деген не? Асханадағы ыдыс-аяқ, тазалық, ас-ауқат, балалардың тәрбиесі, балалардың мәмілесіне жауапты адам. Біздерде еркектер үйдің үлкен баласы сияқты болып қалады да кейде, күйеулері, әйелдердің. Негізінде бұл этаптан шыққаны дұрыс болады.